Бір қалада әлемді өзгертуге, оны жақсартуға және үйлесімді етуге құштар адам өмір сүрді. Ол 20 жаста күш пен қуатқа толы болды. 30 жасында ол дүниені өзгерте алмаймын деген қорытындыға келді. Содан кейін ол өз елін әлемдегі ең жақсы елге айналдыруды мақсат қойды. 40 жасында ол енді елін өзгертпейтінін, қарапайым жұмысты қолға алу керектігін түсінді. Және ол туған қаласын әлемдегі ең жақсы қалаға айналдыруды шешті. 50 жасында ол бұл кісі қаланы да өзгерте алмаймын деген қорытындыға келді. Ал ол отбасын асырауға, оның қаладағы ең бақытты отбасын айналдыруға бел буды. Келесі 10 жылдықта ол барлық күш-жігері мен күш-жігерін осы игі мақсатқа бағыттады. Бірақ бұл жерде де одан ештеңе шықпады. 60 жасында ол жалғыз қалғанын көрді. Шаршаған және кәрі, өмірінде басқа өткен жылдардан басқа еш нәрсе қалмады. Артына бұрылып, өмір жолына қараса, бетінен салқын жел соққандай сезінді. Сосын 60-қа келгенде адам таң қалды. Ол не істеді? Соншалықты қайғылы аяқталуына не себеп болды? Көп ойлана ол бәрін қарастырды. Бір сәтте адамға түсінік келді. Егер ол 20 жасында өзін өзгертуге шешім қабылдаса, 30 жасында ол өзі бақытты және бай бола алатын еді. 30 жасында ол сүйікті отбасына ие болып, оны өз қаласындағы ең бай және ең бақытты отбасына айналдырар еді. 40 жасында ол туған қаласының әкімі болып, оның тұрғындарының еркін және бақытты болуына көмектесе алар еді. Бұл қала тұрғындарының өміріне молшылық пен даму әкелетін еді. 50 жасында ол өз елінде беделді адам болып, оны әлемдегі ең бай елдердің қатарына қоса алатын еді. Оның пікірі ескерілетін еді, ең беделді билеушілердің оны тыңдайтын еді. Ал 60 жасында ол бүкіл әлемді өзгерте алар еді. Өміріміздегі тұрақтылық және неден бастау керек? Бұл астарлы әңгіменің қорытындысында өте қарапайым. Тұрақтылық біздің өмірімізде ең маңызды рөл атқарады.